Сәлем достар, жалпы барлығымыз білетіндей күнделікті тұрмыста қолданып жүрген жан немесе рух деген сөз қайдан шыққанын өткен шығарылымдарда қозғап өттім. Жан деген сөз бүгінде тек монотеистік діндерде ғана қолданылады. Жан тек адамдарға тән нәрсе, мәңгі өлмейтін, өзің өлсең де жаның аман қалатын нәрсе деп ұғатын. Тағы бір ерекшелігі, ол жан жұмақ деген жерде кайфпен өмір сүретін, немесе тозақ деген жерде мәңгі азап шегетін дегенде ерекшеліктері бар. Бір жағынан ойлап қарасақ, неге басқа жануарлар бұл ғаламдық сынаққа қатыспайды? Неге оларда рух жоқ? Олар тек осы өмірде қосалқы рөлдерді ойнап, өлген соң жай ғана болмағанда жоқ болып кете ме? Бұл бала бақшада айтылатын ертегі сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл 21 ғасырдың басында миллиардтаған адам мен жануарлардың тағдырын шешіп бере жатқан өте күшті миф. Адамдарда өлмейтін жан бар, ал жануарлар тек қана уақытша деген сенім. Жануарларды азық үшін пайдаланып, тіпті ермек үшін өлтіру адам үшін еш сөгеттігі жоқ екенін көрсетіп келеді. Бірақ біз бүгін бұл айтылған діни мифтерге ғылыми дәлелдермен нүкте қойсақ. Соңғы шығып жатқан зертханалық эксперименттер мен ғылыми жаңалықтарға үңілсек, бүгінгі бір құдайлық діндерде айтып жүрген жануарларда жан жоқ деген түсінік рас болып шықты. Өкінішке орай, сол зертханалық элементтер дінде айтылып жүрген мифтің екінші аса маңызды бөлігі. Адамда да жан жоқ деген пайымға тоқталды. Ғалымдар адамдарға 10 мыңдаған таңғаларлық эксперименттер жасады. Адамның жүрегінің әр түпкіріне, миының әр қуысына үңілді. Бірақ сиқырлы, ерекше қасиетті таба алмады. Адамдарда жан бар екенін көрсететін бірде-бір ғылыми айғақ жоқ. Соған қоса биологтар да жанның бар екенін күмән келтіреді. Оған себеп айғақтың жоқтығы емес, эволюцияның принциптеріне қайшы келетіндіктен. Діндарлардың эволюция теориясын өлерде жек көруінің себебі осы болса керек. Міне біз бүгін осы жан бар ма, немесе жай ғана миф па, көз жеткізетін боламыз. Бүгінгі таңда эволюция мен діни мифтердің талас тартысы әлі тоқтай қойған жоқ. Ал сіз қайсына сенесіз? Мүмкін бүгінгі шығарылымнан соң өз ойыңызды өзгертіп бізден жолына түсетін шығарсыз. Эволюция теориясын мектептерде нашар оқытатын белгілі. Ал әсіресе діншілдер оны мүлдем алып тастау керек деп санайды. Немесе бүкіл тіршілік басқарып, бақылап тұрған бір күш бар екенін түсіндіретін сабақ өтуін талап етуде. Екі теорияны да оқытайық, сонда балалар өз таңдайды дейтіндер де бар. Бірақ мына қызыққа қараңыз. Салыстырмалы теориясы мен кванттық механикада ешкімнің шаруасы жоқ. Ал эволюция теориясына осыншама қарсылық туып жатыр. Неліктен? Балаларға материя, энергия, кеңістік және уақыт туралы балама теорияларды таныстыру керегін айтпайды. Бұлай қарап отырсаң, Эйнштейн мен Вернер Гейнсберг ойлап тапқан жаңалықтарына қарағанда әлде қайда қауіпсіз емес пе? Эволюцияның теориясы ең бейімі, ең күштісі аман қалады деген принциптерге негізделген. Мұның жанында керісінше салыстырмалық теориясы мен кванттық механиканың уақыт пен кеңістікті майыстыруға болады. Жоқтан бар пайда болуы мүмкін, мысық бір мезгілде әрі тірі, әрі өлі бола алады деген идеяларына қарағанда әлде қайда қарапайым, әрі түсінікті ғой. Кеңістік пен уақыт абсолютті ме, әлде салыстырмалы ма деген мәселеге адамдардың көбі мүлдем бас қатырғысы келмейді. Ал Дарвин болса басқа әңгіме. Себебі Дарвин ілімі бізді жан бар деген түсініктен айырып тастады. Эволюция теориясын шын мәнінде түсінсеңіз, жан деген нәрсенің жоқ екенін көзіңіз жетеді. Эволюция теориясы тек христиандар мен мұсылмандарды ғана емес, сонымен қатар ешқандай дінді ұстанбайтын агностиктерді шошытады. Діни көзқарас бойынша түсінік адам бүгінгі қалпында қалай, бастапқы жаратылыста солай өзгермейді деп айтады. Осы өмірде қалай жүр, арғы өмірде тура сол қалпында жүре береді деп түсіндіреді. Өкініштісі сол, эволюция теориясы бұл діни пайымды теріске шығарады. Эволюция теориясына сәйкес, пілдір мен шіркейлер, емен ағаштарынан бастап жасушалар мен ДНК молекулаларына дейінгі биологиялық ағзалардың бәрі ұсақ әрі қарапайым бөлшектерден құралған. Бұл бөлшектер ұдайы қосылып және ажырап отырады. Бөлінбейтін немесе өзгермейтін нәрселердің ешбірі табиғи сұрыпталу жолымен дүниеге келе алмайды. Демек, адам осы қалпында дүниеге келген жоқ. Мысалы, адамның көзін алайық. Көз жанары, шын айна және көз торы сияқты көптеген ұсақ бөлшектен тұратын аса күрделі жүйе. Көз осыншама бөлшектермен бірге тура сол қалпында пайда бола салған жоқ. Ол
миллиондаған жыл бойы біртіндеп және өте баяу дамыды. Біздің көзіміз 1 миллион жыл бұрын өмір сүрген Homo erectus'тың көзіне өте ұқсас. Біздің көзіміз 5 миллион жыл бұрын өмір сүрген австралопитектің көзіне айтарлықтай ұқсайды. Бірақ біздің көзіміз 150 миллион жыл бұрын өмір сүрген дриолиститтің көзінен мүлдем басқаша. Ал жүздеген миллион жыл бұрын ғаламшарымызда тіршілік еткен бір жасушалы ағзаларға оның ешқандай қатысы жоқ. Біздің көзіміз көптеген түрлі бөлшектерден құралған. Егер бірнеше ұрпақ ауысқан сайын бір кішкентай мутация бұл бөлшектердің бірін аздап өзгертіп отырса, миллион ұрпақтан кейін адамның көзі қалыптасуы әбден мүмкін. Әңгіме осында. Көз егер сол күйінде жаралған дейтін болсақ, ол ешқашан табиғи сұрыпталу жолымен жаралмайтын еді. Осы себепті эволюция жан немесе рух туралы идеяны қабылдай алмайды. Жанды бір тұтас нәрсе деп қарастырады, ал бір тұтас нәрсе біртіндеп дамымайды. Табиғи сұрыптаудың адам көзін жасап шығара алған себебі көзде құрамдас бөлшектер бар, ал жанда бөлшектер жоқ. Адамның жаны біртіндеп дамыған жоқ, ол бір күні дәл сол қалпында жаратылған деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ ол нақты қай күн жаратылды? Адамзаттың эволюциясына қанша үңілсек те, ол күн табылар емес. Осылайша жан мен эволюция теориясы ешқандай үйлесім таба алмайды. Эволюция өзгеріс деген сөз, ал өзгермейтін нәрсені дүниеге әкеле алмайды. Эволюция тұрғысынан алғанда адам болмысы деп қарауға бірден бір лайық нәрсе ол ДНК. Ал ДНК молекуласы мутацияны тасушы. Ол мәңгіліктің негізі емес. Адам жай ғана жан деген оңай ұғымнан бас тартқысы келмегендіктен эволюция теориясын қабылдай алмайды, немесе түсінгісі келмейді. Немесе төбеден біреу қарап тұрған шығар деген қорқыныш бар. Терри Пратчеттің мынандай сөзі бар. Адам табиғаттан ғаламдағы ең таңғаларлық сыйлықты алды. Дүниедегі бірде-бір тіршілік иелері зерігуді ойлап тапқан жоқ. Мүмкін адамды эволюциялық сатыға көтерген ақыл емес, зерігу болған шығар дейді. Анда мен сіздерге адам маймылдан қалай дамыған туралы қысқаша шолып өтем. Сонымен кеттік. Біз қазір заманауи уақытта өмір сүріп жатырмыз. Адамзат эволюциясының ең биік шыңында тұр деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ ол қате пікір. Адамдар да өзгерісте болып жатыр. Бірақ ол ақырын жүріп жатқандықтан бізге байқалмайды. 500 жыл бұрынғы адамдар жылдам ұшатын самолетпен жылдам жүретін көліктер туралы естісе, ертегі деп ойлайды. Сенуі қиын болар еді. Ал космосқа ұшу жайлы естігенде шайтанның айласы деп немесе күпірлік деп айтатыны ойлайтыны анық. Ал бүгінгі технологиялар ше, компьютер болсын, интернет немесе ұялы телефон жайлы естісе, қобалжып бойларын қорқыныш алып кететіні анық еді. Ойланыңыз, бар болғаны 500 жыл бұрынғы адамдарда осындай жағдай орын алды. Ал 1000 жыл бұрынғы адамдарда не болар еді? Миллион жыл бұрынғыларша бізде өзгеріс болып жатқанын мойындауымыз керек, және біздің денеміздің құрылымы мен организміміз өзгерістерге ұшырайды. Бірнеше мыңдаған жылдан соң мысалға былай көрінуіміз мүмкін. Енді 4 миллион жыл артқа жылжайық. Ол кезде маймылдар жай қарапайым маймыл кезге оралсақ. Бұл кез адамның ежелгі түрі. Адамдар маймылдан жаралған жоқ. Адамдар маймыл күйінде қалды. Тек заманауи, ақылды және өркениетті бола білді. Сонымен миллион жыл бұрын не болды? Бұл уақытта маймылдардың организмінде өзгерістер пайда бола бастаған және өзгеріс өте баяу жүріп, мыңдаған жылға созылды. Бірінші өзгерістер болғанымен адамға дейінгі жол әлі алыс еді. 5 миллион жыл бұрын Африкада тіршілік еткен маймылдар топтарға бөлініп, кең аймақты мекен еткен. Солардың бір тобынан адам қалыптасып шыққан және адамға жақын тағы бір маймылдар тобы болған. Біз бүгінгі күнде оларды шимпанзе деп атап жүрміз. Гоминид деп аталатын бір топ эволюцияға ұшырап, біз қалыптастық. Ал қалған топтар тоқтап қалған. Бірақ бүгінгі күнде шимпанзе ең ақылды жануар болып саналады. Сонымен қатар олардың даму деңгейі адамдардікіне қатты ұқсайды. Мыңдаған жылдан соң шимпанзелер маймылдар планетасы деген кино бар ғой, солдағы маймылдарға шамаласып қалуы мүмкін деп жатыр ғалымдар. Гоминидтен тараған топтар жердегі апатты жағдайларға ыңғайлана бастады.
Мысалы, ормандардың өртенуі, су тасқыны, ауа райының өзгеруі сияқты. Табиғат маймылдарды ағаштан түсуге мәжбүрледі, ал оларға жерге түскен соң тірі қалу үшін жаңа амалдар табуына тура келді. Жаңа тамақтану әдісі, жаңа жаудан қорғану әдісі приматтарды ақылды маймылдарға айналдырды. Маймылдардың адам болып қалыптасып, тасты жерден алып, құрал ретінде пайдаланып, қорғануына жыртқыштар себеп болған. Адамдар эволюцияға ұшыраған сияқты басқа да тіршілік иелері әр күні үзіліссіз эволюцияға ұшырап отырды. Біз мынаны түсінуіміз керек. Эволюция өте баяу жүреді, мыңдаған жылдарға созылады. Жердегі барлық тіршілік иелерінің ортақ ата-бабалары болған. Бірақ эволюцияда ақылды тіршілік иесін жасаймын деген мақсат болмайды. Кез келген жануардың дамуы тек өзіне байланысты. Өмірге деген талас сені не алдыға, не кері кетіруі мүмкін. Сондықтан адам болуына миллиондаған жылдар кетті. Енді бағаланбай жүрген 10 миллион жыл бұрынғы дриопитекке кері шегінсек. Олар жартылай ағашта, жартылай жерде тіршілік еткен адамға ұқсас маймылдар. Дриопитектер Африканың ызғалы тропикалық ормандарында өмір сүрген. Сонымен қатар зерттеулерге жүгінсек, шығыс Европа мен қазіргі Кавказ елінде де тіршілік еткен. 4 пен 2 миллион жыл бұрын эволюция дриопитекте жаңа түр, дене бітімі адамға келетін австралопитекті қалыптастырып шығарды. Австралопитекте Африка аймағында өмір сүрген. Сыртқы келбеті адамға қарағанда маймылға ұқсаған. Екі аяқпен тік жүре алатын бұл түр кез келген нәрсені қару ретінде пайдаланған. Миының көлемі адамдыкінен кіші болған, бірақ дриопитектің миынан әлдеқайда үлкен болған. Маймылдан адамға эволюциялану үшін қаншалықты уақыт керек екенін өздеріңіз баға бересіздер. Австралопитекте ғана екі аяқпен жүру басталып, бас сүйегінің өзгеру байқалған. 3 миллион жыл бұрын австралопитек тамырларынан Homo sapiens тамырлар бөлініп шықты. Бұл топ 3 миллион жылға созылған маймылға қарағанда адамға ұқсап тік жүрді, және таспен жаңғақ шаруды білген. Оларға қауіпті тек жыртқыштар емес, шөп қоректілер де төндірген. Олардың ешқайсысы 40 жасқа дейін өмір сүре алған жоқ. Орташа жасы 20 жылды құрады. Ең ұзағы 30 жылға дейін ғана өмір сүрді. Келесі құрамы питикантроп. Грек тілінен аударғанда маймыл адам. Питикантроптар 1,5 миллион жыл бұрын өмір сүрді. Бойлары 1,5 метрге жетпейді, және олардың бас тістері тамақ іздеумен айналысқан. Олар теміршіліктен бөлек аң аулап жеді, себебі ағзасына белок пен май жетіскен жоқ. Мүйіз тұмсық, піл, гипопотам және керіктің сүйектері табылғанын қарап, аулаған аңдарын көруге болады. Сонымен қатар тастан жасалған қарулар да табылған. Бұлар үлкен жанұялық топ болып бірігуді деп бастаған. Жыртқыштардан төнетін қауіп пен ауа райының қолайсыздығы олардан көп болып бірігуіне алып келді. Көп болып үлкен аңдарды аулай алатынын да түсінді. Бұдан бөлек жалаң қолмен балық аулаумен де айналысқан. Эволюцияның келесі сатысында жобамен 500 мың жыл бұрын болған неандерталдықтар. Бірақ неандерталдықтар біздің түп атамыз емес. Неандерталдықтар қазіргі адамдарға қарағанда бойы кішілеу және кең иықты болған. Сонымен қатар миының көлемі де үлкен және сөйлеу қабілетті болған. Еңбек құралдарында ойлап тапқан, отты да көп пайдаланған, көбіне ет тағамдармен қоректенген және дәрілік шөптерді қолданған. Өлгендерді жерлеген, демек, бұл жерлеу рәсімдері болған және алғашқы құдайларды қалыптастыра бастаған деген сөз. Эволюцияның келесі қадамы кроманьонға келді. Бұлар адамдардың түп атасы болып саналады. Шығыс Африкада 150 мың жыл бұрын өмір сүрген. Кроманьондар қазіргі адамдар айтарлықтай айырмашылығы болған жоқ. Олар үлкен миға ие болған. Сонымен қатар құралдар мен қару жасаудан әлдеқайда алға ілгерілеген. Қарым-қатынас этикасы мен символдар жүйесі қалыптасты. Кроманьондар 100 адамға дейін бірігіп өмір сүре алады және елді мекендер құра алады. Үңгірлер қоныстап, терілерден киім киді. Шығыс Европадағылар жүйре жасап алды, ал Сібірдегілер тас плиталарынан үй тұрғызды. Әр тайпа әртүрлі сөйлеп, әртүрлі терден киім тікті. Туыстық қатынас құрып, қолға итті де үйретті. Жабайаңдарды аулауға шыққан. Африкадағы кроманьондар ақырындап басқа қарай жылжи бастады. Оған дәлел Франциядан табылған бас сүйектері. Біз қысқаша түрде адамдар эволюциясына тоқталып өттік.
қош сау болыңыздар.